Сарысу ауданы Жаңаталап орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Құлова Жаңагүл Төлешқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті 6 сынып оқушылары. Сіздермен қайта жүздескеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әсемдікке талпыныс. Сабағымыздың дәйек сөзімен танысайық. Адамның бойындағысының бәрі де, жүзі де, киімі де, жаны да, ойлары да әсем болуы керек. Дәйек сөздің мағынасын түсініп, дауыстап бірнеше рет қайталап, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ендеше, дәйек сөзде айтылған әсемдік дегеніміз не? Сыртқы сұлулықты көзбен көруге болатын болса, ал ішкі сұлулықты жүрекпен, яғни адамның адамгершілігі ішкі сұлулығын сезіндіреді. Адам жаны әрқашан сұлулыққа, әдемілікке құштар, ал жаны әсем адам деп адамгершілігі жетілген адамды айтамыз. Жанның әсемдігін адамның әдептілігінен, адамдармен қарым-қатынасынан, іс-әрекетінен, оның ішкі дүниесінің сұлулығынан, яғни барлық игілікке ие мінездерінен байқауға болады. Тақырыпты кеңінен өрбіту үшін назарларыңызды бейне жазбаға салуларыңызды сұраймын. Тіл мен жүрек. Тіл мен жүрек. Лұқман Хакім Алланың әулие құлдарының бірі болуымен қатар, әдеппен сөйлейтін, парасат пайымы жоғары кісі болған. Тіпті Құранда да оның мадақталған тұсы кездеседі. Дәуіт пайғамбардың тұсында өмір сүрген ол қара нәсілді құл болған екен. Алайда әдемі сөздерімен, ерекше білімдарлығымен басқалардан оқ бойы озық тұрған. Осыны аңғарған біреу оған бір жолы мал баққан қойшы болсаң да, ел осы неліктен сенің сөзіне құмар деп сұрағанда ол, өйткені мен көзімді харамға жұмдым, тым еркіне жібермей тілімді тістедім, аз тамақтандым, уәдемде тұрдым, маған қатысы жоқ нәрселерге көңіл аудармадым деп жауап берген екен. Лұқманның қожайыны бір қой сойып, соның ең жақсы жерінен кесіп әкелуін тапсырғанда, ол ойланып жатпастан сойған қойының тілі мен жүрегін кесіп әкелген екен. Қожайыны оған артынша тағы бір қой сойып, бұл жолы ең жаман екі жерін кесіп алып таста дегенде, ол тағы да ойланып жатпастан қойдың тілі мен жүрегін кесіп алып тастаған екен. Бұған таңғалған қожайыны оның мәнісін сұрағанда ол, таза болса тіл мен жүректен асқан жақсы нәрсе жоқ. Ал арам болса, тағы да тіл мен жүректен асқан жаман нәрсе болмайды деп түсіндірген екен. Одан бір күні адамдардың қайсысы білімдірек деп сұрағанда ол, басқалардың білімінен көбірек пайдалана отырып, өз білімін арттыра түскендер деп жауап берген екен. Мына даналық сөздерді де сол айтқан. 4 жерде 4 нәрсені сақтау, 2 нәрсені ұмытпау, 2 нәрсені керісінше тез ұмыту керек. Сақталатын нәрселер намазда ой, халық арасында тіл, ас келгенде өңеш, қонақта отырғанда көзді сақтау керек. Ұмытпайтын нәрселер Алланың ұлылығы мен өлім, тез ұмыту керек нәрсе, біреуге жасаған жақсылығың мен саған жасаған басқаның жамандығы. Тілдің әсемдігі мен тазалығының алатын орны қаншалықты? Жасаған жақсылығыңыз бен біреудің сізге жасаған жамандығын ұмыта алатын қасиеттер бойыңызда бар ма? Енді сіздерге шығармашылық жұмыс ұсынғым келіп отыр. Бірінші тапсырма. Әсемдік, сұлулық туралы қанатты сөздермен танысып, шынайы сұлулық туралы айтылғандарын таңдап, таңдауларға дәлелдеп айтыңыздар. Халық даналығы. Сөзі райлының жүзі шырайлы. Толстой. Қарапайымдылық моральдық сұлулықтың басты шарты. Абай.
атымды адам қойған соң қайтып надан болайын. Гюго. Сыртқы сұлулық толық болу үшін ішкі сұлулықпен жанасу керек. Қабуснама. Табиғи сұлулық дегеніміз оның ұнамдылығы. Әрбір ұнамды мінез құлық пен келісімді көріктен әдемілік пайда болады. Буаст. Қарапайымдылық дегеніміз өзінің адамдық қадір қасиетін түсіну. Екінші тапсырма. Жағдаяттық тапсырманы оқып, ондағы кейіпкердің ойын өз пікірлеріңізбен жалғастырыңыздар. Айдарға қандай кеңеске беруге болатынын ойластырыңыздар. Даладан үйге жүгіріп кірген Айдар атасынан: «Ата, осы неге балалар Асқаттың қасынан шықпайды? Сонымен бірге ойнайды, мектептен де бірге қайтады. Ал менен барлығы қашқақтайтын сияқты көрінеді. Мен неге Асқат сияқты емеспін?» деп сұрайды. Сен Асқат және басқалардан өзіңе ғана тән, оларға ұқсамайтындығыңмен ерекшесің. Өмірде адамның тек сыртқы келбеті ғана емес, ішкі жан дүниесі де сұлу болу керек. Соны сен түсінесің бе? Деді атасы. Түсіндім. Менің жан дүниемнің сұлу болу үшін не істеуім керек? Жан дүниеңді өзгерту және жақсылыққа, сұлулыққа ұмтылу тек өзіңнің ғана қолыңнан келеді. Айдар атасының айтқан сөздерінен кейін неден бастасам екен деп ойланып қалды. Ендеше оқушылар, бүгінгі әсемдікке талпыныс тақырыбында өткен сабағымызды Фариза апайымыздың өлеңімен қорытындылағым келіп отыр. Жарқыра күн, мен бүгінде көктеммін таң тұрағым. Бұл әлемде жабырқап жүргендерге бір жақсылық етсем деп талпынамын. Жүректе сүйіктелес, мәңгілік күн жанымда биікте емес. Бұл әлемде ең биік адам ғана, мұңдануға ешкімде тиісті емес. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.